Саламатсыздар ма, 8-ші сынып оқушылары 490 бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса, каналымда бірнеше нұсқалары бар және осы физика пәнінен бөлек алгебра, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырмасы суретте жазық айнадағы А нәрсенің кескіні көрсетілген. Мінекей мынау А нәрсенің кескіні. А тапсырмасында қандай жағдайда кескін дұрыс деп саналады. Мінекей мынау арақашықтық қанша болатын болса, мынау арақашықтық дәл соған тең болу керек. Демек, мынау бізде екінші сурет дұрыс деп саналады. Ал енді Б тапсырмасында жазық айна қандай кескін береді. Оқушылар, А тапсырмасынан нақтырақ осылай жазып қойсаңдар болады. Нәрсе айна алдында қандай қашықтықта тұрса, кескін айнаның ар жағында сондай аралықта орналасады. Ал Б-да жазық айна қандай кескін береді дегенге, жазық айнадағы кескінің жалған, түзу, кескінің өлшемі мен нәрсенің өлшемі тең. Келесі тапсырмасы өзара бұрыш жасай орналасқан екі жазық айнаның ортасына зат қойған. Мінекей мұнда зат қойған, мұнда мінекей өздерің көріп тұрғандай үш кескін пайда болған. А тапсырмасында айналар арасындағы бұрышты анықтаңыз, ал Б-да айналардың орналасу бұрышын арттырсақ немесе кемітсек, кескін саны қалай өзгереді. Оқушылар, мұнда бізде бұрышты табу керек. Ол үшін кескіннің санын табу формуласын қолданамыз. Кескін санын табу үшін 360 градусты бөлеміз. Бұрышқа азайтамыз 1-ді. Осы формуладан біз альфаны табу үшін 360 градусты бөлеміз кескін саны мен 1-дің қосындысына. Сонда альфа тең болады 360 градус бөлінген. Енді бізде жаңа айттық 3-ке тең, яғни 3 кескін пайда болған. Қосамыз 1-ді. 360-ды 4-ке бөлетін болсақ, альфа бізде тең болады 90 градусқа. Б тапсырмасындағы сұраққа жауап беретін болсақ, альфа бұрыш артса, кескін саны кемейді, ал кемісе, кескін саны артады. Келесі тапсырма, егер лағыл тас үшін толық шағылудың шекті бұрышы 34 градусқа тең болса, лағыл тасының сыну көрсеткіші қандай болар еді? Мұндағы синус 34 градустағы мәні 0,156-ға тең. Оқушылар, бізге табу керек сыну көрсеткішін табу үшін 1-ді бөлеміз синус альфаға. 1-ді бөлеміз 0,156-ға. Сонда тең болады 1,178-ге. Келесі тапсырмасы дүкеннің оптика бөлімінде сатылымдағы көзілдіріктер қандай линза +2 диоптар болатын болса, дөңес, -0,125 диоптар болатын болса, ойыс, -4 диоптар болатын болса, ойыс болады, +1,5 диоптар болатын болса, дөңес линза болады. Мұнда көздің қандай ақауын түзетеді? Алыстан көргіштік, жақыннан көргіштік, алыстан көргіштік және жақыннан көргіштікті түзетеді. Келесі тапсырмасы саматқа шынның сыну көрсеткішін анықтау үшін мынадай құрал-жабдықтар берілді. Жазық параллель шыны пластина, түйреуіш, өлшеуіш сызғыш, шам, саңылауы бар экран. Ол төмендегідей өлшеулер жүргізді. Бірінші сызғыштың көмегімен аса арақашықтығы мен В-да арақашықтығын өлшеді, ал екінші АО арақашықтығы мен ДО арақашықтығының тең екендігін анықтады. Ал мұнда бізде үшіншіде нұсқау берілген екен. Синус альфаны табу үшін А-сыны АО-ға бөлеміз, ал синус гамманы табу үшін Б-ны ДО-ға бөлеміз. Ал енді оқушылар, А тапсырмасында нұсқауды ескере отырып, шынының сыну көрсеткішін есептеу формуласын қорытып жазыңыз деп. Мұнда жазамыз. Сыну көрсеткішін табу үшін А-сыны Б-ға бөлеміз. Енді Б тапсырмасында алынған мәліметтерді пайдалана отырып, шынының сыну көрсеткішін анықтаңыз еді. Мұнда мінекей алынған мәліметтерді пайдалана отырып, шынының сыну көрсеткішін анықтаймыз. Ал енді С тапсырмасында сыну көрсеткішінің орташа мәнін анықтаңыз. Алдыда сыну бұрышы түсу бұрышынан артық болуы мүмкін бе, қандай жағдайда? Оқушылар, сыну көрсеткішін табу үшін жаңа жаздық. А-сыны Б-ға бөлеміз. Ал орташа сыну көрсеткішін табу үшін мұнда бізде 1, 2, 3 сыну көрсеткіш шығады, яғни N1-ді, N2-ні, N3-ті қосамыз да, бізде 3 сыну көрсеткіші болғандықтан 3-ке бөлеміз.
Енді біріншісінде сынау көрсеткіші бізде тең болады асының В-ға қатынасы, яғни 15 мм-ді 10 мм-ге бөлеміз. Миллиметр мен миллиметр қысқарады, сонда 1,5-ге тең болады. Екіншісіне 15 мм-ді бөлеміз 9 мм-ге. Сонда тең болады 1,67-ге. Он бес миллиметрді бөлеміз 8 мм-ге. Сонда тең болады 1,188-ге. Бұл бізде Б тапсырмасы, Б. Енді С тапсырмасы бойынша орташасын табамыз. N1, N2, N3-ті қосып 3-ке бөлеміз. Аны N1, N2, N3 деп алайық. 1,15-ге қосамыз 1,167-ні, қосамыз 1,188-ді, бөлеміз 3-ке. Сонда орташа сыну көрсеткіші тең болады 1,168-ге. Сыну көрсеткішінің орташа мәнін таптық. Енді бізде Д тапсырмасы бойынша сыну бұрышы түсу бұрышынан артық болуы мүмкін бе? Қандай жағдайда дейді? Мүмкін жарық оптикалық тығыздығы жоғары ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткенде. Соңғы тапсырмасы қос дөңесі линзадан 15 см қашықта биіктігі 2 см болатын АБ нәрсе орналасқан. Нәрсе кескіні линзадан 30 см қашықта алынған. А тапсырмасы бойынша линзаның фокустық ары қашықтығын анықтаңыз. Ал Б-да линзаның оптикалық күшін есептеңіз. С-да кескінің биіктігін анықтаңыз. Ал Д-да сызбасын салыңыз. Линза қандай кескін береді? Оқушылар ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 100-ге бөлеміз. Сонда 0,115 болады. Мұнда 0,102, мұнда 0,13 метр болады. Бізге табу керек А тапсырмасы бойынша фокус табу керек. Ол үшін шқа линзаның формуласын қолданамыз. Бір бөлінген Д бізде 0,115-ге тең. Бір бөлінген F ол бізде 0,13-ге тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 0,13 болады. Мұнда тоқтауыш көбейткіш 2 беріледі. Мұнда 1 беріледі. Көбейтіп қосқан кезде 3-ге тең болады. Мұнда бізде 1 бөлінген F осы мәнге тең болатын болса, F-тің өзін табу үшін 0,13 метрді бөлеміз 3-ке. Сонда тең болады 0,1-ге. Оқушылар, мұны біз 10 см деп алсақ та болады. Енді оптикалық күшін табамыз. Ол үшін 1-ді F-ке бөлеміз. 1 бөлінген 0,1 метр. Сонда оптикалық күші тең болады 10 диоптрияға. Енді мұнда біз С тапсырмасында биіктікті есептейміз. Бізде мынандай формула бар. H-тың кіші H-ға қатынасы тең болады F-тің D-ға қатынасына. Осы формуладан H-ты табу үшін кіші H пен биіктік пен F-ті көбейтіп, оны D-ға бөлеміз. Биіктік бізде 0,102-ге тең. Көбейтеміз F-ке, 0,13-ге көбейтеміз. Бөлеміз D-ға. Сонда 0,102-ні 0,13-ге көбейтіп, 0,115-ге бөлетін болсақ, 0,104 болады.
Оқушылар соңғы тапсырмасында сызбасын салыңыз дегенге дәл осы сызба салынады. D 0,115 метрге тең, F 0,13 метрге тең, ал фокусы 0,1 метрге тең. Енді линза қандай кескін беретінге кескіні шын, төңкерілген және үлкейтілген болады. Мінекей, өздерің көріп тұрсыңдар, шын, төңкерілген және мына затқа қарағанда үлкейтілген. Берілген 6 тапсырма бойынша қандай да бір сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.